Үшінші сынып оқушысы Әділ Айзере Абайдың бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір өткіздік бірталай өмірімізді. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық. Енді жер отысы жасқа келді, қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің бәрін баянсызын, байлаусызын көрдік. Ал енді қартайғанда қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан көңілі басылмаған кісі бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры-залым тілемсектердің азығын бағып берем деп, аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ, ғылым бағарға да, ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Енді ғылымда мұңдасып шер тарқатсар кісі болмаған соң, өзі бір қартайтатығын күйік, софылық дым бағу жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнімізде бір тыныштық жоқ қой. Осы елде, осы жерде не қылған софылық?